Менің бауырларым әскери қызметкерлер. Қарулы күштерде қызмет етудің өзіндік қиындықтары бар екені және оның үнемі орын ауыстырумен байланысты екенін жақсы білем. Әскерилер қызметін өтеу үшін Қазақстан бойынша жіберіледі. Жалдамалы пәтерлерде тұрады және өздерінің жекеменшік пәтерлері болмайды. Сондықтан да әскерилер үшін жылжымайтын мүлік тақырыбы аса маңызды. Қазір банк Центр кредит, Сбербанк, Халықбанк және АТФ банк тұрғын үй төлемдерін табыс ретінде есептейді. Ал бұл дегеніміз менің бауырларымның 7-20-25 және баспана хит бағдарламаларына қатысуға мүмкіндігі бар деген сөз. Бар жоғы 3 қарапайым қадам қажет. Кадр бөлімінен тұрғын үй қажеттілігі туралы анықтама алу, жоғарыда аталған банктердің бірінен тұрғын үй төлемдерін аудару үшін арнайы шот ашу. Және үшіншісі банк талап еткен құжаттарды тапсыру. Осыдан кейін баспана таңдап қоныстану ғана қалады. Әскери қызметкерге ай сайын ипотека төлеп қажет емес. Ол үшін Қорғаныс министрлігі төлейді. Мен неге әскери болмады екенмін?